Сәлем достар! Сіз адам миын автоматты түрде маңызды тапсырмаларды орындауға, бағыттауға болады деп ойлайсыз ба? Ендеше өміріңізді жақсы жаққа өзгертіңіз. Бүгін адам миын қалай басынан программалауға болатынын білесіз. Егер сіздің бүкіл өміріңіз сіздің дұрыс емес бағдарламаңызбен жүрсе ше, жұмысыңыз, үй шаруаңыз, барлық тапсырмалар бағдарламаға сәйкес жүрсе, мұның бәрі автоматтандырылған. Біз күніміздің 95%-ын бейсаналы түрде өмір сүреміз, тек 5%-ын ғана саналы түрде өмір сүреміз. Бұлай өмір сүрген дұрыс па? Белгілі американдық биолог Брюс Липтон бұған арнап кітап жазды. Кітапта адамның барлық бейсаналы өмірі матрицаның бір түрі екендігі айтылады, және одан шығуға болады. Бірақ қалай? Брюс Липтон ұсынатын нұсқалардың бірі жақсы көруді үйрену керек. Адам жақсы көргенде көңіл күйі көтеріліп, жаңа және пайдалы нәрсе жасауға шабыт ашылады, ал бейсана екінші орынға шығады. Жақсы көру сезімі адамды жасампаз күйге келтіреді. Адам жақсы көрген кезде әлемді жақсы жағынан көреді. Жасампаз адамды жұмыс жалықтырмайды, өмірі шағын қуанышқа толы болады. Тағам дәмдірек, музыка керемет және барлық қиыншылықтар жеңіл болады. Осындай көзқараспен сіз өзіңіздің және айналаңыздағы адамдардың өмірінің жақсы жаққа қалай өзгергенін байқамай қаласыз. Брюс Липтон бұған сенімді. Тіпті осындай көзқараспен адам денсаулығын жақсарта алады. Барлық психосоматикалық аурулар жойылады. Бұл медицинада жиі қолданылатын плацебо эффектісіне ұқсас. Бірақ бұл қаншалықты керемет болса да, ол әп-сәтте аяқталуы мүмкін. Себебі күнделікті өмірде адам жұмыс, іс-әрекеттер, міндеттер және сол сияқты тағы басқа көптеген ойларды ойлайды. Бұл ойлар махаббат күйінен алшақтатады және бейсаналы ойлауды күшейтеді. Барлық нәрсеге махаббатпен қарау арқылы сіз автопилотта өмір сүре бастайсыз. Барлық тапсырмаларды орындайтын робот сияқты боласыз. Жаман әдеттермен, жаман ойлардан арылу қиын болуы мүмкін. Бұлардан құтылу үшін Брюс Липтон өзінің бейсананы позитивті түрде қайта программалауды ұсынады. Бейсананы қайта программалаудың негізгі кілті ұйқы кезінде миды программалау. Бұл адам миында тета толқындары басым болатын уақыт. Олар сана мен бейсананы байланыстырады. Және осы ақпаратты ұзақ сақтау үшін дәл осы толқындардың күшеюін дамыту қажет. Бұл толқындар басым болған кезде адам шығармашылық өрлеу мен шабытты сезінеді. Оның сезімдері керемет сипатқа ие дейді Липтон. Әдетте тета толқындарының ең жоғары белсенділігі баланың 7 жасқа дейінгі өмірінде болады. 7 жасқа дейінгі балада тета толқындар ояу күйінде де басқалардан басым болады. Мектеп жасына дейінгі балалардың сана сезімі түбегейлі ерекше болады және транс күйде болады. Сондықтан балалық шақтың бұл кезеңі болашақта бүкіл өмірді анықтайтын әдеттерге тез енеді дейді Брюс Липтон. Ересек жаста үйренген әдеттерді өзгерту оңай шаруа емес, бірақ Брюс құпияны ашты. Құлаққапты киіп, өміріңізде қалаған нәрсеңізді қосу арқылы ұйықтап жатқанда ойыңызды реттеңіз. Махаббат, бақыт, қуаныш және шабыт. Бұл мантра тікелей бейсанада жазылатын болады. Дегенмен, ең маңызды нәрсені ұмытпаңыз. Миға келетін барлық жағымсыз ойларды ұстап, оларды бірден жағымды нәрселермен алмастыру. Ескі ойлардың, ескі әдеттердің сіздің басыңызда қайта іске қосылуына жол бермеңіз. Егер сіз жаттығып бастасаңыз, уақыт өте келе теріс ойлар азаяды. Жаңа жақсы ойлар, әдеттер күшейіп, алдыңғы қатарға шығады. Осылайша ерте жаста қалыптасқан жаман ойлардың, жаман әдеттердің орнына кез келген адам жаңа бағдарламаларды орната алады. Жаңа әдеттер, жаңа ойлар әбден қалыптасқаннан кейін бейсаналы түрде істеліне бастайды және бірте-бірте бүкіл өміріңізді жақсы жаққа өзгертеді. Егер әрбір адам жақсы жаққа өзгерсе, позитивтілікке бейімделсе, онда бір күні біз бәріміз таңғажайып және әдемі әлемде ойнанатын едік. Бүгінге осы достар, өзіңізбен жұмыс істеуді бастаңыз, айналаңыздағы әлемді жақсартыңыз. Егер осы видео пайдалы болса, лайк басуды және арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Кімге жақсылық тілейсіз, сол адамдарға осы видеоны жіберіп қойыңыз.